Bola almaz günüm sende ешкім. Жанымның жарты бөлшегі, үміт арманым меңселі. Ұмыта алмадым мен сені, барма малым, барма. Ойлаймын жаным сені әр күн. Сағыныштың жолын Жаным, сен болмасаң ауылда жүргім келмейді. Мен сені қатты сағындым. Оқуым бітсін, келем жаным. Біз міндетті түрде бірге боламыз. Біз Аян екеуміз бала кезінен бірге өстік. Аян қалаға оқуға кетті. Мен ауылда қалдым. Шын ғашықтар қосылмайды дегенге сенбейтін едім. Мен Аянның алдында соңғы рет тұрған екенмін. Біз екеуміз екі жаққа кеттік. жүрегім азап шексе. Жәнібек, қораның есігін жап. Жарайды. Жәнібек, үйге бара бер. Мен Торайғырға барам, мені кештетіп келет деп айтты. Чу! Жәнібек, өтірікші! Қайдан келе жатырсың? Атыңа қашан мінгізесің? Бер кел. Сен де сөзіңде тұрады екенсің ғой, Алысқа кетіп қалма. Атың өліп қалмайды, қорықпа. Чу! Жеңге, шаршамай жүрсіз бе? Қаныбек қайда? Мына сіздің ауылыңызда шаруасы бар екен. Кешке келемін деді. Жеңге, мына жерде су жоқ қой. Неге су құйып қоймағансыз? Жеңге, сізге не болды? Қолым мына жақта ғой. Кешір қайным. Ағаммен бірге бармадың ба? Сіз неге қатты ойланып кеттіңіз? Рахмет. Аян! Мен іздеп келген екенсің. Айтатын әңгімеңді айт, менде уақыт жоқ. Ей, Сүмелек. Құралай екеуміз үйленейін деп жүргенде
Шайтанға ұқсап сен қайдан пайда болдың? Сен енді Құралайды ұмытқаның жөн. Оның отбасы бар. Оның отбасы мені қызықтырмайды. Сонымен не айттың келіп тұр? Анау әкеңнен қалған дүниеге сеніп отырсаң, қатты қателесесің. Сенің қолыңнан не келеді? Мықты болсаң аттан түс. Анашым, әскерге бармай-ақ қойсам қайтеді? Әскерге баруым керек. Мына бүкіл шаруашылықты Шаруашылықты өзіміз істейміз. Сен мені кім деп ойлап жүрсің? Сен Құралайды бақытты етемін деп жүрсің бе? Құралай менікі, ұқтың ба? Ашуыңды бас, Құралай менікі, ұқтың ба? Кетші. Енді мені іздеуші болма. Қаныбек, саған не болды? Көңіл күйіні жоқ. Біздің ауылға неге бардың? Азамдалмаш. Анашым, сіздерге қиын болмай ма? Мен әскерге кеткенде малдың жартысын сатсақ. Жоқ балам, мал сатылмайды. Жұмыскерлер жалдаймыз. Малдың басы көп. Жұмыскерлерден абай болыңыздар. Әжең қайда? Әжем демаламын, өздерің шеберіңдер дейді. Шаршаған ғой. Балам, уайымдама. Бәрін ағаң істейді. Ағаң бар ғой. Сен әскерге бара бер, малды өзім қарайым. Господи, помоги мне. Какова бы ни была твоя воля, я принимаю ее. Апа, ертең анамды көріп қайтсам ба деп едім. Жарайды балам, барып кел. Зоя, посмотри. О нет, только не это. Қаныбекке не По болған? крайней мере, в день своей свадьбы ты Тамағын могла бы ішпеді не ғой. надевать джинсы. Зоя, Қазір апа. ты же невеста. Вот и будь как невеста. Ну ладно, я пошла. Сен ағаңа көмектес. Мен базарға барып, азық-түлік алып келейін. Жарай ма? Жарайды, анашым. Мен Құралайға үйленіп қателік жасаған сияқтымын. Неге олай дейсің? Жеңгем керемет жан ғой. Жеңген керемет жан, бірақ ол басқан сүйет. Анау аян бір бәлен бастамасы болды. Оның қолынан не келеді дейсің? Сол күні кафеге Құралай келді деген соң барып едім. Қазір барғаныма өкінем. Жігіттерің сенімді ме? Сенімді. Жігіттер ертең келеді. Жақсылап күтіп алу керек. Іс біткен соң риза қылып жібересің ғой. Әрине. Тек өлтіріп алмасын. Анау әкесінен қалған бар дүниені тартып алса ғой. Уайымдама. Қаныбек өз жазасын алады. Ертең жігіттер келгенде өзім хабарласамын. Күт мені. Жақсы, көп рахмет саған. Ассалаумағалейкум. Аян, неге жұмада көрінбедіңдер? Бізде уақыт жоқ. Кір үйге. Махаббат үшін басы бәлеге алмаса болған.
Балам, не істеп жатсың? Тамақ жейін дегем. Қазір. Мен саған жылтып берем тамақты. Анашым, анау Аян бір жамандықты бастағалы жүр. Не нәрсе? Қаныбекке қарсы шықпақшы. Нағылған сөздер. Неге Құралай тыныш қалдырмайды осы? Рас айтам, анашым. Түсінбедім. Енді не істейміз? Оның Құралайда не шаруасы бар? Баяғыда күйеуге шығып кеткен қызды жайына қалдырмай ма? Әй, осы бала түбінде бір жамандыққа душар бола ма деп содан шошиым. Отыр құлыным. Мен саған бір нәрсе айтайын деп едім. Әлгі Құралайды қайтесің? Ол енді күйеуге тиіп кеткен қыз, біреудің әйелі. Ертең біреудің бақытына ортақтасып, өзіңнің маңдайыңа соры болады ғой. Саған да бір қыз табылар түбігіні. Анашым, біз бала кезден бірге өстік қой. Мен оны қалай ұмытам? Олсыз өмір сүре алмаймын мен. Не болды соншалықты? Қаныбек мені жер асты қылды. Ол сазайын тарту керек. Не дейді? Аян, енді Құралай жоқ. Неге түсінбейсің? Апа! Тоқта! Апа, тоқта! Апа! Әй, Базардан келатсыз ба, апа? Нені күтіп жүрсің бе? Апа, базардан келдіңіз бе? Я, базардан келдім. Аша қой, балам. Ассалаумалейкум. Қалайсыз, апа? Жақсы, балам. Жақсы барып келдіңіз бе? Нурига, көмектесшейш. Жеңгем көтер алмай ма не? Я, көтер алмайды. Әкеңіздер. Мә, ала қой. Жоқ, жеңге, керек емес. Мә, ал. Жоқ, алмаймын, ұят болады. Ертең қонаққа келіңдер. Жәнібекті шығарып саламыз. Жарайды. О, шашлык. Аян, шашлык берші, шашлык. Кетшей бар. Осы сенің жүрмейтін жерің жоқ екен. Кет деймін саған. Мыналар кімдері? Мынаған бір шашлык бере саш. Нұрбақыт, негіз бұл шаруаға сендерді араластырмайын деп едік. Аян мен Құралай мектептен келе жатқан ғашықтар еді. Екеуі үйленейін деп жүргенде араларына келіп Қаныбек қосылды. Бұның барлығын кафеге алып барған мен кінәлімін. Уайымданба. Қазір барып сазайын береміз.
Құда қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар, бала шағаларыңыз аман ба? Ма? Жоғары шығыңыздар. Анашым менің. Қалайсың қызым? Жақсы. Әкетайым. Жүріңіздер. Қайным Жәнібекті әскерге шығарып саламыз деп, қонақтарды шақырдық. Көңіл күйіміз келмеді еді. Нурик, не істеп жүрсің? Дайын тамаққа келдің ме? Өзінше болмай, тыныш отыршы. Төрайғырдан келе жатқанда, ана қымызханадан Құралай жеңгенің бұрынғы жігітін көрдім. Торайғырда не істеп жүрсің? Жай жүргем. Анда мен қаланың жігіттерін көрдім. Олар бекер жүрген жоқ. Мен білем. Сен қайдан білесің? Қастарында Аян мен Муханы көрдім. Кімді? Аян мен Муханы. О, өзі келіпті ғой. Ассалаумағалейкум, Муха. Аян қайда? Аян қазір келеді. Аян қайт. Жәнібекті әскерге шығарып салайын. Сосын сөйлесеміз. Қаныбек, келші мұнда, сөйлесейік бауырым. Сен үлкен қателік жасадың, бауырым. Қандай қателік жасадым мен? Ауылдарыңа келген қонақтың сүйіктісіне көз тігу сеніңше қателік емес пе? Қалайсың қызым? Жақсы анашым, жүрмін ғой. Айтпақшы, Қаныбек қайда? Сен бізбен дөрекі сөйлеспе, бауырым. Кетшей! Бұны бұл жерден жіберуге болмайды. Нұрбақыт деспе, кете берсін. Қаныбек, Аян, сосын сөйлесейік. сүмелек. Сосын сөйлесетін менің уақытым жоқ. Бауырым. Тоқта, сөйлесейік. Нұрбақыт! Қаныбек, тұр, не болды? Тұр, Қаныбек, тұрыңдар, тұр, тұр, тұр деймін саған, тұр, Қаныбек, тұр, Қаныбек, тұр. Енді біз не істейміз? Бері кел. Енді бізді менттар іздейтін болса, өлесің. Ұқтың ба? Жоғал.
Қаныбекті бұзақылар атып кеткенде өзімді қылмыскер сезіндім. Аян, не істедің сен? Жеңге. 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 Қайным, енді шығайын деп жатыр едім. Мен сізді кінәламаймын. Қаныбекке дұрыс қараңыз. Сау болыңыздар. Аман есен орал. Аман есеге орал құлыным. Сау болыңыздар. Әже, сау болыңыздар. Иә, не бүлдіргеніңді білесің бе? Тұрмысқа шыққан қызда нең бар сенің? Бүкіл өміріңді құртып. Не болады? Маған көмектесіңіз. Көмектес дейді ғой. Қалай көмектесем саған? Шабамыз? Бұл жерден аман есен шығам десең, менің айтқанымды орындасаң боссың. Түсіндің ғой? Иә, түсіндім. Не істеуім керек? Маған иттеріңнің қайда жүргенін айтасың. Сосын осыны орындасаң боссың. Ұқтың ба? Иә, түсіндім. Қайрат аға көмектеспесе, жағдайым не болады? Әкең досы ғой, көмектесетін шығар. Осы пәледен құтылған соң, Құралайды ұмыт. Сотқа дейін отырасың. Әрі қарай сот шешеді. Қаныбек өлсе точно кетесіңдер. Досың сатып кетті сен. Қаладағы братандарыңды да жақында қолға түсіреміз. Аян сенің ең жақын досың емес пе еді? Күте тұр.
Қалайсың, Азамат? Жақсы, өзің қалайсың, Аян? Жақсы. Қайрат аға үйде ме? Иә, үйде, кір. Отыра тұр, қазір әкемді шақырайын. Практически вообще на все. Вот вообще на все. Высоко. Ассалаумағалейкум. Қайрат аға, сізге келген себебім? Білем. Бәрін де білем. Анаң маған қоңырау шалып бәрін айтты. Дұрыс жасамағансың, Аян. Әкең марқұм дүниеге салғанда Айдос екеуің кішкентай ғана бала едіңдер. Анаң сендерді аш-жалаңаш қалдырмай өсірді ғой. Анаңды неге аямайсың? Сенің әкең жақсы адам еді. Сен әкеңе ұқсамапсың. Аға, сіз маған көмектеспесеңіз, менің жағдайым қиын болады. Көмектесем. Әкең үшін көмектесем. Сен анаңмен бауырымды алып Астанаға бар. Мен Қанатқа қоңырау шалып қоямын. Ол саған көмектеседі. Жақсы. Әлгі тергеушіні не істейміз? Тергеушімен мен өзім сөйлесем. Жақсы. Аян жалғыз досын да, бұзақыларды да сатып, өз қалаға көшіп кетіпті. Жағдай қиын. Бір уақыт бармау керек еді Баян ауылға. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Өліп кеткенде не болатын еді? Неге атасың оны? Ештеңе етпейді. Өлетінде ештеңе болған жоқ, Фара. Бәрі дұрыс болады. Уайымға қатты берілмеу керек. Саунаға кірсейші, барға түсіп. Демалсайшы. Ол жайында кейін сөйлесейікші. Мен Расулымды босандым. Перзентханадан Қаныбектің үйіне бара алмадым. Қаныбектің мүгедек болып қалғанына мен кінәлімін.
керек саған? Үйде ешкім жоқ, тоқта! Олар қайда? Үйде бәрі фирмаға кетіп қалған. Қаныбек қайда? Қаныбек фирма жақта бәрі. Мен апарайын, жүріңіздер. Жүр. Мен де барайыншы. Сәлематсың ба? Сізбен сөйлесуге келдім. Жүр, ішкі кірейік. Жағдай осылай. Құралайдың сіздің үйіңізде тұра алмайтынына мен кінәлі емеспін. Қызыма қанша рет айттым, түсінбейді. Қызым Қаныбекпен бірге тұра алмайды екен. Сіз мені кешіріңіз, құдағи. Әрине, мүгедекпен бірге тұра алмайды. Ол енді жүре алмайды ғой. Сіз мені дұрыс түсінбедіңіз. Басында бұлай болмауы керек еді. Қызым Құралай қарсы болған еді. Олды көріп тұрасыздар ғой. Сіз мені кешіріңіз, құдағи. Қаныбектің анасына қиын болды. Мен қарғысқа қалдым. Жәнібек, шаршадың ба не? Жоқ, шаршаған жоқпын. Онда не болды саған? Анам немерелі бопты. Бұл деген жақсы ғой. Ағам мүгедек. Жеңгем ағам тастап кетті. Досым, ертең үйге ораласың, шыда. Тек тұр. Қатардағы Орынбаев. Мен. Маған кел. Құп болады. Капитан мырза, қатардағы сіздің бұйрығыңызбен келіп тұр. Қатардағы Орынбаев, сіз отанға қызмет атқарған үшін Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан үздігі түйедей белгісімен марапатталасыз. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Жақсы, барыңдар. Үйлеріңе аман-есен жетіңдер. Балам, жұмыскерлерге барып хабар алып келейін. Шыда, балам. Деміңді ала бер. Мен бұл үйде тұра алмаймын. Анашым, сіздердікі дұрыс болмады. Себебі мен Қаныбекті сүймеймін ғой. Неге бұлай болды бәрі?
Анашым, енді Аянға не болады? Жылама қызым. Әкеңді ұятқа қалдырма. Қаныбек те жақсы бала ғой. Әлі-ақ бақыт болып кетерсіңдер. Жоқ, анашым. Қаныбек! Қаныбек! Тоқта! Бұл өмірден қиналып кеттім, я Алла, қинамай жанымды ал! Жәнібек әскерді! Келді! Я Алла, қинамай жанымды ал! Жәнібек! Жәнібек келді әскерден! Жәнібек келді! Кеттік! Жүр! Өрек, сен өмір сүргің келе ме? Әрине! Ал мен өмір сүргім келмейді. Алланың сынағына шыдау керек. Алланың сынағына шыдау керек. Жүрмін ғой мен. Мені жынды дейді бәрі. Жәнібек бауырым, мен сені қатты сағындым. Жан бауырым, жылама бауырым. Жүрміз өлместей. Енді бізде бәрі жақсы болады. Сен аяққа тұрып кетесің. Көрінде көріп, басыңа жауған. Ассалаумағалейкум аға. Маңғайдасың. Мен сыртқа шығып күте тұрайын ба? Бара бер, балам, бара бер. Иә. Қалайсыңдар, Жамал? Аллаға шүкір, жаман емеспіз. Сенің көмегіңнің арқасында әжептәуір жақсылыққа жетіп қалдық. Өздерің қалайсыңдар? Шүкір Аллаға. Менің Қайрат саған келген себебім өзің білесің ғой. Аянды үйлендіру керек болып тұр. Солған өзің бас көз болсаң, Аян мен Құралайдың махаббаты мені әбден шаршатты. Сол махаббаттан әбден қажыдым. Себебі онды өзің білесің. Қаныбек екі аяғына мүгедек болып қалды ғой. Әкесіз өскен баланың тәрбиесін білесің ғой. Саған алғысым шексіз. Жамал, біз Аянның әкесі екеуміз кішкентайымыздан бірге өстік қой. Талай жақсылығын көрдім. Оның бәрін қайтып ұмытайын. Аянның ақылы бар бала ғой. Ойымды ма? Өзім сөйлесем. Рахмет саған.
Мен жеңгем түсіне алмадым. Бұл қалай болғаны? Осы уақытқа дейін ферманы сатып, Қаныбекті қаратуға болатын еді ғой. Ферманы сатудың қажеті жоқ. Сосын жағдайымыз не болады? Ақша табылады. Маған бауыр керек. Сатамыз. Жәнібек дұрыс айтады. Малды сатып, қаратайық. Құралай! Құралай! Сәлем, Жәнібек. Қалың қалай? Әскерден келгенсің бе? Құралай, мен сені жақсы, керемет жан деп ойладым. Сен неге ағам тастап кеттің? Алла жазаңды берсін. Жәнібек, неге олай дейсің? Сен түсінші, сенің ағаң мен алып қашып кетті ғой. Біз қалай? Әрғыры айтудың қажеті жоқ. Дені сау, аяныңмен бақытты бол. Ұқтың ба? Сау бол. Алла жазаңды берсін деп мені қарғап кетті. Мен Жәнібектің сөзін күнде есіме аламын. Қызым, кел, шайыңды іш. Жоқ, анашым, ішпеймін. Әлия, сенің мұның дұрыс болмады. Құдағидың жүрегін ауыртқанша, анау қызыңа ақылыңды айтып, ене неге қайтармайсың? Енді біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Қызыңды перзентханада қалай жылағанын көрдің ғой. Басында қызыңды олардың үйінде қалдырмауың керек еді. Мен елдің бетіне қалай қараймын? Сен соны ойладың ба? Қай бетім мен елге қараймын мен? Қаныбектің әкесі марқұм жақсы кісі еді. Біз Орынбаевтардың обалына қалдық. Түсінемісің? Обалына қалдық. Бәріңе өзің кінәлісің. Жасы үлкен жігітке қызыңды тұрмысқа бермеуің керек еді. Мен ол қызды кешірмеймін. Менде енді қыз жоқ. Сен не деп тұрсың? Қатыгез болмасаңшы. Кім? Кім қатыгез? Мен бе? Мен бе қатыгез? Мен емес, анау қызың қатыгез. Ертең мен мүгедек болсам, мені де тастап кететін шығар. Енді ол қызды бұл үйде көрмейтін болайын. Қызым, әкең ашуға беріліп тұр. Көңіліңе алма. Біз кетеміз. Қайда барасыңдар? Қазірге білмеймін. Мені кешіріңіздер. Сіздердің үміттеріңізді ақтай алмадым. Қызым ау. Әке. Мен әкемді жақсы түсінемін. Қай ата-ана перзентін жаман болсын дейді. Ата-анамды қатты сағындым.
Көрсетші көзге сен үмітіңді үзбе, жүрегіңді тыңда, шын бақытыңды ізде. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырыңның сені мұңдеткен. Жылама жаным, атады таңың, сенің де келер бір көктемің. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырыңның сені мұңдеткен. Жылама жаным, атады таңың, сенің де келер бір көктемің. Өкпелейсің кімге, қосылмасай мен күнде, мәңгі бірге болу жазылды дейсің кімге. Мен кетермін жырап, тамшымын болып қолап, күзгі жаңбыр менен келіп тұрармын бірақ. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырымның сені мұңдеткенін. Жылама жаным, атады таңың, сенің де келер бір көктемің. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырымның сені мұңдеткен. Жылама жаным, атады таңың, сенің де келер бір көктемің. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырыңның сені мұңдеткен. Жылама жаным, атады таңың, сенің де келер бір көктемің. Қаныбектің бауыры өте мейірімді жігіт екен. Ағасын мүгедектер арбасынан аяққа тұрғызды. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырымның сені мұңдеткенін. Жылама жаным, атады таңың, сенің де келер бір көктемің. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырымның сені мұңдеткен. Жылама жаным, атады таңың, сенің де келер бір көктемің. Қанат ағам, Құралайдың ұлының жетім өсіп жатқаннан мен кінәлімін. Не істейміз? Но зачем она тебе нужна? Живи спокойно своей жизнью. Жоқ аға. Мен оларды қатты сағындым. Теміртауға барайықшы. Сегодня у нас встреча. Что будем делать? Кездесуді ертеңге қалдыр. Кеттік аға. Кеттік. Қанат аға, сізге рахмет. Бізге көп көмегіңіз дейді. Завязывай, Аян. Мы же не чужие, помогать друг другу надо. Балапаным менің. Анасым. Қалайсың? Жақсы. Кел, отыр. Пока де, Расул. Сенің анашың келеді қазір, е?
Жаным, біздің балалық шағымыз есіңде ме? Осы таудың биігіне шыққан кезде сенен адасып, сені мәңгілікке жоғалтып алардай қатты қорыққан едім. Жаным, неге қорқасың? Мен сенің жаныңнан ешқайда кетпеймін. Рас айтасың ба? Иә, жаным. Аян, мен қорқамын. Екеуміз бірге болмасақшы. Неге олай дейсің? Біздің махаббатымызға кім кедергі бола алады? Біз бір-бірімізді сүйеміз. Қайтадан оралмас, ешкім өзіңдей болмас, көзден тамар жас. Айлар кетсе де жылдар, өтсе де жүрегім, азап шексе де мен сені ұмытпадым. Слушай, Аян, давай лучше я сам отнесу. Так лучше будет. Жарайды. Кім келді екен? Бұл кім? Здравствуйте, меня зовут Канат. Цветы вам. Бұл күлкімнен? Сау болыңыз. Үйінде ме? Дома. Аян? Слушай, Аян, я тебе скажу. Только не обижайся, она Канабека бросила. Думаешь, она тебя не бросит, а? Сенімдімін аға. Ол мені сүйеді. Забудь ее. Зачем она тебе нужна, а? Біздің махаббатымыз өте мықты болған. Сенімдімін аға. Ол мені сүйеді. Сәлем. Отыр. Құралай. Мен сені сағындым. Сенсіз өмір сүре алмаймын мен. Бірге болайықшы. Мен сендерді бақытты етуге тырысам. Біз күнәһар адамбыз. Мен Қаныбекті мүгедек деп тастап кеттім, түсінесің бе? Мен қатыгез күнәһар адаммын. Екеуміздің бұл ісімізді Алла кешіре ме? Жоқ. Енді кешірмесе ше.
Қазір Қаныбектің жағдайы жақсы. Отбасы бар. Мен біздің де отбасымыз болғанын қалаймын. Мен сен үшін барлығын адаймын. Кешірші мен. Алла кешірсін сені. Құралай. Мені қатыгез қылған біздің махаббатымыз үшін барлығына дайын болғам. Құралай, тыңдаш! Есікке барайын ба? Ұста мұнан. Өзім барам. Құралай. Вот, возьмите. Ты кто? Бұл жерден кету керек. Тише. Сендердің махаббаттарыңа таң қалдым. Қайда кеттік? Алло? Hoş Hanim. Ayan'ın canını sakla. Ayan kешірші. Ayan kешірші. Ayan.
жеткен жағдай осылай. Махаббатым үшін некелік жарымнан бас тарттым. Білесің бе? Мен бұл өмірде көп күнә жасадым. Қатты қателестім. Өз ұлымның әкесін мүгедек деп тастап кеттім. Құралай құрбым, жылама. Бәрі жақсы болады. Жасыңды тый. Сол себепті де Алла мені жазалады. Себебі мен Алланың ісіне қарсы келдім. Қаныбекті тастамауым керек еді. Дәрігерлер Аянның жағдайы енді бұрынғыдай болмайды деді. Енді мен Аянды тастап кете алмаймын. Назерке, құрбым, шайдан ала отыр. Сені өзімнің әңгімелеріммен басында ұртып жібердім ғой. Жоға, Құралай, бәрі жақсы. О, не дегенің? Назерке, сен Расулға қарай тұрасың ба? Бүгін Аянды ауруханадан шығаратын еді. Әрине қараймын. Сен алаңдама. Рахмет. Шайдан ала отыр. Бола алмас күнім сенде ешкім, жанымның жарты бөлшегі, үміт арманым еңселі, ұмыта алмадым мен сені. Бар ма малым, бар ма? Ойлаймын жаным сені әр күн. Сағыныштың жоқ өлшемі, уақыт бәріне емшеді, ұмыттырады деуші еді. Бар ма малым, бар ма? Өткен күндер өтті. Мен мүгедек болсам, мені де тастап кететін шығар. Енді ол қызды бұл үйде көрмейтін болайын. Айлар кетсе де жылдар, өтсе де жүрегім, азап шексе де мен сені ұмытпадым. Айлар кетсе де жылдар, өтсе де жүрегім, азап шексе де мен сені ұмытпадым. Соншалықты қылмыс жасап не болды? Жалғанда жетпес Аянның ақылы бар бала ғой. Ойымды ма? арманның биік асқар емен, бақытты бол деп басқамен, бақытсыз етіп тастап ең. Бар ма? Екеуміздің бұл ісімізді Алла кешіре ме? Аңсаймын бәрін жоқ. әр күн.
шаттықтан артық мұң едің сенсіз де өмір сүремін бірақ ол мәнсіз білемін бар ма малым бар ма өткен күндер өтті қайтадан оралмас ешкім өзіңдей болмас көзден тамар жас айлар кетсе де жылдар өтсе де жүрегім азап чексе де мен сені ұмытпадым айлар кетсе де жылдар өтсе де жүрегім азап чексе де мен сені ұмытпадым өткен күндер өтті қайтадан оралмас ешкім өзіңдей болмас көзден тамар жас айлар кетсе де жылдар өтсе де жүрегім азап шексе де мен сені ұмытпадым айлар кетсе де жылдар өтсе де жүрегім азап шексе де мен сені ұмытпадым